тоқтамай қайтпаймын. Туған күніммен қалай тілек айтпаймын. Өмір барда лау бол, елің барда жалау бол. Ең бастысы жалғанда аман бол, адал бол, адам бол. Өмір барда лау бол, елің барда жалау бол. Ең бастысы жалғанда аман бол, адал бол, адам бол. Рахмет. Ортаға бір күшті болып шыға қойып едім. Ешкім шапалақ соқпай қойдыңыздар-ау. Той қуаныш құтты болсын, Астана! Қатыра, қанеки. Қара кесектер бар ма? Қара кесектер бар ма? Той иелер айқай шу қайда? Керектер бар ма, нағашылар? Айқай шу. Бөлелер, жейдер. Достар қайда? Достар айқай шу. Рахмет. Алла разы болсын, той қуаныш құтты болсын. Аса қамқор ерекше мейірімді әлемдердің Раббысы болған Алланың атыменен бүгінгі тойды бастауға рұқсат етіңіздер. Ассалаумағалейкум жақсы менен жайсандар. Ассалаумағалейкум имандар. Ассалаумағалейкум бүгінгі тойға жиналған ағайын туғандар. Бүгін мінекей елордасы Астана қаласында қала берсе Сәдібаевтар әулетінде Қаракесектер еліндегі дүбірлі қуаныш тойға қош келдіңіздер ағайын. Той болса, екінші той осы әулеттің ардақты аяулы келіні, яғни Рүстемнің асыл жара Амангүлдің, яғни менің бауырым Амангүлдің 40 жас мерейтойы құтты болсын деп, той иелеріне бір қаттырақ шапалақ болсын шағайым реке. Барлығымыз орнымыздан тұрайық шымдеке, назарды бермен бұрайық. Бүгінгі той иелерін сіздердің ыстық ықылас қошемет айқай шуларыңызбенен қарсы алайық ардақты ағайын. Енді біздерді жақсылап, айқайлап, шапалақ ұрып қарсы алмасаңыздар, әуре болмаңыздар, біз ортаға шықпаймыз деді. Рүстем мен Амангүл солай айтты. Сондықтан той иелерін құрмет үшін қаттырақ шапалақ тұрып, той иелерін ортаға қарсы алатын боламыз ардақты ағайын. Ал әжелер дайынсыңдар ма? Шашу дайын ба? Олай болса, бүгін мінекей қарда қазағымыз айтады, ауылға 6 жасар бала келсе, 60-тағы ақсақал келіп сәлем береді дейді. Сондықтан бүгінгі мінекей сүндеттеліп жатырған, атқа мініп жатқан баламыз Мәнсүрді, яғни өзінің атасы юбилей, әжесі жақсы күнмен бірге ортаға қарсы алайық ағайын мінекей. Şaşın! Oyun olsun Karagöz'e!
Sırcan gel. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam. Осы шапалаң ардақта ағайын. Той құтты болсын. Бүгін сенің сүндет тойың. Білесің ба? Ya. Ey молодец. Енді тойың құтты болсын. Шығар биігің тау болсын. Насыбайың дәу болсын. Басы байлы бола берсін, басы байлы. Насыбайың бола берсін саған жайлы. Сол насыбайды күтіп ұстасаң, сол насыбайың сені асырайды ертең. Ей! Қошемет ағайын. Рахмет. Адамзат ұрпағы менен қымбатты, ұрпағы менен сымбатты. Қаракесектер, той құтты болсын. Юбилей, жансыз мінеке. Ата әжесі болып ортаға алып шықтыңыздар, тойларыңыз той қаласын. Осы қаракесектеріне келсек, тек қана жақсы тойға келек ардақты ағайын. Мәншүр баламыз үлкен азамат болсын. Бүгін мінеке атқа мініп жатса, өскенде үлкен азамат болып, таққа мінетін үлкен азамат болсын дегендер болса, бір аттарақ шапалақ соғайық. Рахмет. Енді нағашыға сіздер бұлай тұрыңыздар. Енді той иелері, яғни Рүстем менен Амангүлді тағы да осындай айқай-шумен жақсылап тұрып бір қарсы алайық, иә? Енді біздің Амангүл менен Рүстемнің перзенті Мирас деген жиенім бар. Келші Мирасжан, кел ортаға. Мирастың әні менен сосын әкесі мен анасын жақсылап қарсы аламыз. Мирас айтама әнді бірінші? Кел, Мирас кел, ортаға кел. Мирас, менің жаныма кел. Мирас, сен тұра бер. Бірге шығастыр ма? Ал. Олай болса, Мирас анасы Амангүлменен бүгін 40 жасқа толып жатырған Амангүлмен бірге сіздердің ыстық ықыластарымен қошеметпенен ортаға қарсы алайық. Мирастың анасына деген тартуы қабыл алыңыздар ағайын. Anlaşıp doyulalım doyuna, anlaşıp gözüktürüm ayımda. Destinizi götürüm, bütlerinizi büyürüm, sürme oluruz oyuna. Destinizi götürüm, bütlerinizi büyürüm, sürme oluruz oyuna. Anlaşıp doyulalım doyuna, anlaşıp gözüktürüm ayımda. Asma, Rüstem bundaki. Asma.
Bizga vaqt siyladingiz ana, janim ana. Қошемет ардақ тағаян Рүстем менен Амангүлдің мінеке перзенті Мерашанның анасына арнаған әніне бір қошемет шапалақ болсын ардақ тағайын. Болды, кейін сүйеміз ағайындар, кейін сүйеміз, асықпа. Амангүлді ұзатып атқан жоқпыз қой қазір. Кел, Рүстем, кел, айналайын, кел. Ай, бәрекелді, рахмет. Той қуаныш құтты болсын. Тойларыңыз той қоласысын мінеке ардақты ағайын, ардақты аяулылар, аналар мында келіңіздер. Менің жаныма кел, жандарым сол кел. Мінеке. Отырайық. Рахмет. Ал ардақты ағайын, кішкене сабыр сақтайық. Отырайық, ортада жүріс-тұрыс тұра болмасын, қара кесектер, отырайық. Тойларыңды әйтері басқарасыла отырыңдар. Сондықтан отырайық барлығымыз. Той қуаныш құтты болсын. Ал, мінеке ардақты ағайын, той иелерінде ортаға қарсы алдық. Той қуаныш құтты болсын. Бүгін мінеке қара кесектер елінде дүбірлі қуаныштың тойдың куәсіміз, бір емес қос тойдың куәсі болып жатырмыз. Қазақ айтады, екі тойың қабат, екі дүнияң абат деген. Сондықтан бүгінгі тойларыңыз той қаласын. Рүстем, Амангүлжан, мінеке 40-тың 40-асына шығып, бүгін мінеке Рүстем екеуің ағайын тостың басын жиып, ұлдарыңның аталық, аналық парыздарың бұрып, ұлдарыңызы сүндеттеп, бүгін мінеке өзіңе жақын ағайын тостың басын жиып, тапқан тұйғандарын дастарханға үйіп, бар болғаны балаларымыз аман болсын деп жандарын шүберекке түйіп той жасап жатырған Рүстем мен Амангүлге бір қаттырақ шапалақ болсын ардақты ағайын. Бүгінгі тойдың болуы әуелі Алла болса, екінші осы қос анамыздың арқасы ардақты ағайын. Яғни Әлия әжем менің, Бексілу апамыз. Осыдан сіз де менің әжемсіздір. Мынау осыдан көп жыл бұрын осы екі жастың бақыт тойының куәсі болып, Аллаға сансыз шүкір, сол тойда айтқан екі жақсы тілектердің барлығы қабыл болып, Аллаға неше перзент, Алла берген неше перзент Рүстем? 5 бала. Әне, бір шапалақ ұрыңыздар şimdi. Батыр ана, батыр әке, жандарым сол. 5 баланы дүниеге әкеліп, сіздің әулетті бақытты етіп, сіздің әулеттің ұрпағын көбейтетін Амангүл келініңіз бүгін мінеке 40-қа келді анажан. Той қуаныш құтты болсын. Балдарыңыз бақытты болсын. Өсіріп жатқан ұл қыздарыңның қызығын көріңіздер. Ақ жаулықтарыңыз ешқашан кірлемесін. Сөзіміздің басы бісміллә болса, түйіне әммәнді ана болу хақ. Тағдырың байланысқан баламенен, жолыңды тосып қарар даламенен, аяла бойыңдағы бар сезімменен, аяла асылыңды ана деген. Анадай болсын бізге кімдер адам, барып қайт, бір қуансын үйдегі анаң. Бұл өмірде бақытты бола алмайды, анасын құрметтемей жүрген адам. Аналар биік төрденсіңдер, қызықты да шұжықты да көргенсіңдер. Ақ жаулықты аналарым аман болса, әлі талай бесікті тербетсіңдер. Әйелден пайғамбар тумаған менен пайғамбарымды туғызып бергенсіңдер. Есімдерің шежіреде қалмаса да, шежірен таратқан сендерсіңдер. Батыр да туған анадан, ақын да туған анадан, Хазіреті Мұхаммед ананы құрмет санаған. Анаға мәңгі борыштар, дүниедегі бар адам деп, қос анамызға бір қошемет шапалақ болсын ағайын. Жасайын бойыңда, ана жан ойлап күршет бойыңда. Ой, жандарым сол. Екі құдағи. Алла разы болсын. Адамзат ұрпағы менен қымбатты, ұрпағы менен сымбатты дейді. Алла қаласа, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Той құтты болсын. Аналарымыз жасасын.
той иелері Рүстем мен Амангүлге тағы да бір қаттырақ шапалақ болсын ағайын. Рахмет. Рахмет. Аха. О, жаным сол күйеу айналайын. Мені күйеуіме бір шапалақ ұрыңыздаршы. Күйеу жан айналайын. Міне енесіне алтын сақина тағып жатыр. Жаным сол сені әжем көрмей кетті ғой, қанет әжем, айналайын. Кел. Ал, так, қос анасына тойдың басында осы аналарымыздың арқасы деп қос анасына бүгінгі той иелері қолдарына алтын жүзік таққалы тұр. Алтындай аналарға алтын жүзік. Ай, бәрекелді, қане. Так. Сен енеңе, ана өзінің енесіне. Ай, бәрекелді. Қол жайыңыздар. Рахмет. Көре алмай отқандар болса шапалақ соқпай қойыңыздар, пожалуйста. Қатырақ. Жандарым сол. Ризасыңдар ма? Аллаға саншы шүкір, Ризасыңдар ма? ризамыздар. Жаным сол. Риза болсаңдар да болмасаңдар да осы енді маған ақыл дейсіздер. Балдарыңыз бақытты болсын. Қайратаңа ештеңе жоқ па? Менің атама бар ма? Атамды шақырайын ба? Кейін да, жаным сол. Мен ойлап ештеңе алмаған ба? Хотя бы горилла болса да бірдеңе алдым. Рахмет. Отырайық, аналарымыз аман болсын, ағайын. Жаным сол. Рахмет. Аналарға отырғызайық орындарына. Әдібаевтар әулетінде Қаракесектер елінде дүбірлі қуаныш тойдың куәсі болып отырмыз, ардақты ағайын. Бүгін осы әулетті сыйлап келген, қадірлеп келген ардақты ағайын, баршаңыздың қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын дейміз. Той қуаныш құтты болсын. Енді мен сіздерді білмедім, жеке басым барлықтарыңызды көріп тұрғанымнан өте қуаныштымын. Өйткені уақыт жоқ заманда уақыт тауып келгендеріңізге мың алғыс. Дағдарыс састырған заманда, берекені қаштырған заманда, біреуді арық қылып, біреуді қарық қылып, азық-түлік қымбаттап, үкімет кішкене жұмбақтам, теңгесі қайырылып жатса да, пенсионнан айырылып жатса да, той тұмалағы бұлай тұрсын, қой құмалағы шарықтаған заманда, теледидардан жаңалық көрсек күлімдем, интернеттен жаңалық көрсек дірілдеп, не болса да ол болсын, тірі жүргенімізге шүкір деп. Сондықтан бүгінгі тойдың көшін бастап, барлық проблеманы артқа тастап, бүгінгі той иесі Рүстем бауырымыздың өмірін нұр қылайын деп келіп отырған, Амангүл ханымның көңілін гүл қылайын деп келіп отырған патша көңілді көрермен, Алланың нұр жаусын, баршаңызға бүгінгі той жұғысты болсын, ағайын. Рүстем, Амангүл, мінекей, бүгінгі 40 жасың құтты болсын. Алла қаласа, кеш Рүстем бірге, Амангүл жанында жүр, бірге, той қуаныш құтты болсын. Алла қаласа, бір жаста қартайыңыздар. Өсіріп жатқан ол қыздардың қызығын көріңіздер. Мынау сіздердің тойларыңыз төрінде отырған ақ жаулықты аналарыңыз, әкелеріңіз аман болсын сіздердің бақыттарыңызға. Сондықтан тойларыңыз той қоласын, балдарыңыз бақытты болсын. 100 жасаңыздар, Алла қаласа. Ал енді салтанатты кешімізді ашып беру үшін осы әулеттің үлкен ақсақалдары, яғни Тәңір берген атамызбенен Бақтыбай атамызды ортаға шақырып, салтанатты кешімізді, яғни ақ дастарханымызды ашып беру үшін қос ақсақалымызды ортаға шақырамыз. Қанекей, келіңіздер. Сәл алдыға тұрайық, ақсақалдар. Ассалаумағалейкум, ақсақалдар, қош келдіңіздер. Осы әулеттің ынтымағына, бірлігіне ұйытқы болып жүрген жаны жайсан. Осы әулеттің үлкен ақсақалдары. Той қуаныш құтты болсын. Әулеттеріңізде дүбірлі қуаныштың куәсі болып жатырмыз. Енді осы тойымыздың бет пердесін ашып беру үшін өздеріңізді шақырып жатырмыз. Бүгінгі тойымыз салтанатты кешімізді ашып берсеңіздер. Той құтты болсын. Рахмет. Ал енді мен тойды ашып бересің бірінші, мен Тәңір құдама. Жоқ, сен әулеттенсің, сен айт, мен құда қосылайын. Құрметті
Şu aytıp boğazını yapsaydı. Жақсы айтасыздар. Aytıp boğazını. Жылы тұрасыздар да. Kay, hürmetli konaklar halayık. Mine bugün bizim Sadibay Kudamızın uyunda ülkenin kuvançtın kuvası bulup oturmuz. Жаңа атам қазақ айтқандай, екі тойымыз қабат, екі дүниямыз абат болып жатыр. Соның себепші болған, мына менің Амангүл қызым туылған күнің құтты болсын балам. Өмір жасың ұзақ болсын. Алланың берген жасын мына Рүстем екеуің бірдей көріп, мына балдарыңның қуанышына Алла бірге көруді нәсіп етсін. Той қыласын. Ne diyeyim, dastarхан açık değil mi? Kalgan өзің айтайын. Әдейі қалдырдым. Ал кеш жарық, ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Бүгінгі Садыбаевтар әулетіндегі қос тойдың куәсі болып отырсыздар. Міне, құрметті қонақтар, қадамдарыңыз құтты болсын. Не деймін, бірінші Амангүл келінім, міне 40 жас. Тойың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, денсаулығың мықты болсын. Мына өсіріп отқан ол қыздарың қызынан тоймай әрқашан жүре бер. Бұл 40 жастың 1-2-шеуін тойласаң Алла нәсіп етсін саған. Екінші, мына мирас балам, міне бүгін атқа отырып дейді, ертең таққа отырсын дегендей, үлкен азамат болып жетсін. Мына Рүстем осы жаңаға балам бар. Мансұр балам, үлкен азамат болсын Рүстем, мұның бәрі сенің арқаң. Рахмет саған. Осынша ел халық жина мына келім мен мирас балама той беріп атсын. Саған үлкен рахмет, Алла разы болсын саған. Тек мына тойшы қауым осы тойды жақсылап әдемі өткізді, бізге Алла нәсіп етсін. Барлықтарыңыз, қадамдарыңыз құтты болсын. Тек қана тойда кесуді Алла нәсіп етсін. Рахмет. Рахмет, ақсақалдар, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын, періштенің құлағына шалынсын. Олай болса, енді бүгінгі салтанатты кешіміздің дастарханы ашық деп жариялаймыз ғой. Рахмет. Алла разы болсын. Ақсақалдарға бір қошемет. Той құтты болсын. Ал енді құрметті тойға келген, бүгінгі әулеттің қуанышына қуанып келген, бүгінгі әулеттің бақытын бағылып келген, тойға келген мәртебелі мырзалар мен ханымдар, тағы бір марта келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Той қуаныш құтты болсын. Бүгін мінекей той жасап жатырған Рүстем менен Амангүлге тойлар той қыласын. Аталық аналық парыздарын орындап, Мәнсүрдей баласының сүндеттеп, бүгін мінекей тамаша той беріп жатыр. Тойлары той қыласын дейміз. Ал енді алдағы қойған ас мәзірден алып ішіп жеп отырыңыздар. Мінекей тойымыздың үлкен ақсақалдары тойымыздың ақ дастарханын ашып берді. Рахмет, Алла разы болсын ол кісілерге. Той құтты болсын. Баршаңызға осы той жұғысты болсын дейміз ардақты ағайын. Бүгінгі той беріп жатырған Рүстем мен Амангүл бақытты болсын дегендер болса, тағы да бір қаттырақ шапалақ соғайық ағайын мінекей. Сұру қажет емес. Мен екі жаққа да қазір бір деймін, яғни Озыңғұдық елі менен Балағарақ елінде халқының арасында, ағайын туыстың арасында дүбірлі қуаныштың куәсіміз. Амангүл бауырым болса, Рүстем нағашы жағым болып келеді. Сондықтан жерлестер, өздеріңізді көріп тұрғаннан дән ризамын. Алла разы болсын. Мынау көз көргендер аман болсын дейді ғой қазақта. Сондықтан сіздер аман болыңыздар, тойларыңыз той қаласын дейміз. Ал, олай болса салтанат кешіміз басталды ардақты ағайын. Алдағы қойған ас мәзірден алып ішіп жеп отырыңыздар. Берекелі мерекелі тойымда тамаша бір әнмен бастағым келіп отыр. Абай атамыз айтпақшы, ән көңілдің ажары деп, ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әсемәнде болсын деп, осы бір тамаша деген әнімді сіздердің құрметтеріңізге орындаймын, қабыл алыңыздар. Той құтты болсын ағайын.
мен таң атырсам, сол кезде жаныңда сен жан отырсай, тамаша тәжембі күн көл басында, тонықтан балық аулам бал отырсам, тамаша жексенбі күн көл басында, тонықтан балық аулам бал отырсам. Тамаша күн ауылдың түнін керсен, түнген солайдай сұлу теңей берсе, тамаша қамырыңмен дала кезім, орқалы туған жердің гүлін керсем, тамаша достарыңмен дала кезім, орқалы туған жердің гүлін керсен. Хоп! Тамаша қылдан қызыл түлкі ауласам, түлкіге қомай қосам қиқуласа, тамашада қандап қайсан, тамаша соның бәрі мүмкін болсам, тамаша жек жасанам қандап қайсан, тамаша соның бәрі мүмкін болсам, тамаша жүрегіңді қыстамасам, аршалық жан жағыңнан қыстамасай, тамаша емес бірақ та ол, бір мезгіл кетпен күрек ұстамасам, тамаша емес бірақ та ол, бір мезгіл кетпен күрек ұстамасам, мезгіл кетпен күрек ұстамасам. Той қуаныш құтты болсын ағайын. Сіздер үшін тағы да бір ән билеп алыңыздар. Өмір, мен сені жақсы көрем. Хоу! Let's
маған шабыт беріп, ортаға шығып билеп жатқан жандардың барлығына Алла разы болсын. Рахмет. Алақандарыңызға Алла тағала дерт бермесін. Баршаңыздың шаңырақтарыңызға тек қана осындай жақсы той тілеймін, ардақты ағайын. Той қуаныш құтты болсын. Енді бүгінгі той иесі Рүстем менен Амангүлдің, яғни осы әулеттің ынтымағына бірлігіне ұйытқы болып жүрген жаны жайсан, осы әулеттің үлкен ақсақалдары менен домалақтай қасиетті ақ жаулықты аналарын ортаға шақырғым келіп отыр. Яғни Жарылқасын ағамыз, Забида, Шәкір, Бақтыбай Күнжан, Бексұлу анамыз, Нағашбай Замира, Марат Жанат, Бағда, Юбилей Жансұлу, Тәңірберген Әлия, Алдан Әсем, Орынбек, Жәмила, яғни Рүстем менен Амангүлдің үлкен ағалары, жеңгелері, аналарын, аталарын, әкелерін ақ тілектің алаңына шақырамыз. Қареке, келіңіздер. Қоса Билеп қареке. Аха. Хоп. Аха. Ала кездер, сылынны жүрсе жырлап ала кезген. Қайға болсаң ізіңнан іздедім, сен болмасаң қалғыз тірі кезген. Рахмет, успокойся, қазір билейміз. Рахмет, жандарым сол. Келіңіз, аға. Ағашы, кел. Той қоласын. Рүстем мен Амангүл бақытты болсын. Осы әулеттің шынында да ынтымағына бірлігіне ұйытқы болып жүрген жаны жайсан. Осы әулеттің үлкен ақсақалдары, домалақтай ақ жаулықты аналар, қош келдіңіздер. Той қуаныш құтты болсын. Әулеттің үлкендері деп енді өздеріңізді шақырдық. Жүрек жарды бірақ тілектеріңізді тыңдайық. Онда мен бауырларымнан бастайын, я? Аха, Құда деген аты бар. Сондықтан аха, кереттер, микрофонды мен дегер кезде сөйлеп алыңдар. Тізгін мен де қорықпаңыздар. Ай, сен болмасаң күн қараңғы екен де. Ай, құрметті қонақтар. Міне бүгін мына Садыбай құда мен Бексұлу құдағайдың үйіне жиналып отқан жайымыз бар. Оның себепші мынау Амангүлдің мерей тойы. Мынау немереміз Мансұр бидің сүндет тойы. Міне осы екі тойларың қабат, екі дүниелерің абат болсын. Барлық Алладан сұрайтынымыз осы қара көздерің алдағы тойларын көре беріңдер. Алла өшіп бәрімізді тойға жеткесін. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Мына келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Міне құдалар үлкен қуанышқа келіп отырық, тойға келіп отырық. Біздің сәкен құда бір аунап тұрып атқан шығар бүгін. Мына балдарының, мына немерелерінің осындай керемет зәулім осындай астанада бас қосып отырық. Мына Рүстемже айналайын, мені Алла тағала өз шебер ғой. Мына әлімдердің алдында еңгейтіп қойып еді, сәлем беріп үйге кірген кезде. Өмір алма кезек деген мына керейттен қыз алып, сені бізге еңгейтіп қойды. Рахмет. Екеуің бақытты болыңдар. Жасағандар. Екеуіңді еш айырғанда емеспін, айырмаймын да. Рүстем, денің сау болсын. Айық, жүзге шық. Дәдеммен, жеңшеммен, құдағаймен бірге ылғи сендердің үйлеріңе мен тойға келейін. Тәте деп сыйлап атсыңдар, Алла сыйласын. Дендерің сау болсын. Ылғи да біздің құдағайдың тойы таусылмасын. Дәдеммен, жеңшеммен ылғи тойға келейік. Осында отқан құдалар,
Бәке, үйіңе тойға барайын. Маған келсеңіздер, тойға келіңіздер. Мына немерелеріңіз үстінде той құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Ылғи қазақ осылай тойда тұрайық. Жалпыны бүгінгі мына Ясин ресторанына бас қосылып отқан жалпы тойшы қауым барлықтарыңызға мына болып жатқан той барлықтарыңызға құтты болсын. Біріншіден. Екіншіден, осы тойдың себепшісі менің қызым Айоктың 40 жас мерей тойы және немере Мансур бидің сүндет тойы. Бексұлу құдағайына болып жатқан балдарының беріп жатқан тойы құтты болсын. Тойлары той қоласа берсін. Айок 40-тың 40-сына шығып 40-қа толып отыр екесін. 40 жасқа толғаның, 40-дан асып қалғаның. Орындалып арманың бақыт сыйласын алдағы күн. Менің Рүстем баламен бақыт күндерін көп боп, Алланың берген қара көздерін, қарты бар үйдің қазынасы бар деген ардақты енеңмен бірдей осы мәпелеп отырған бес бөпеңнің қуанышын бірдей көріп жүре бер. Осы дәрежеге жетіп отырғандарың Рүстем мен Айок, қарттарының арқасы, құдағайым Бексұлудың арқасы, бір жағында әйтеуір шырпыр болып, осы балдарыңды өсірісіп, осынша дәрежеге жеткізіп отыр. Қарттарыңды сыйлаңдар айналайын, қартсыда сыйласаңдар жаман болмайсыңдар. Үшінші Мансур бидің сүндет тойы. Мансұржан ата-аналық борыштарыңды Рүстем, Айок өтеп сүндеттен отыр екесіңдер. Балдарың бұдан былайғы тойларыңда куәсі болып, ойыстып, осы үлкен зәулім ресторанда бей-бейлеп, тілектілеп отыра берсін жақын жоқтар. Дендерің сау болсын, тойларың той қоласа берсін. Құдағайым Бексұлуға рахмет, осы менің қызымды бес баласын бірдей жан күйдіріп өсіріп, Бексұлу құдағайым осы немерелердің қызығын көріп, немере келін алып, шөберенің қолына май жалауды нәсіп етсін. Денің сау болсын, ауырма. Құрметті қонақтар, мінекей Сәдуаевтар әулетінде үлкен той, үлкен қуаныш. Бексұлу апа, Бақтыбай аға, Күлжан апа, міне тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Үнемі үйіңізге келсе тойға қылайық. Қайын сіңілім Айок 40 жасың құтты болсын. Денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын, Алланың берген жасын жасап үрістеменен бір жасықта қартаюды Аллам нәсіп етсін. Өсіріп отқан мынау балапандарыңның қызығын бірге көріңдер. Не дейміз, Мансұр баламыздың сүндет тойы да құтты болсын. Сендердің көз қуаныштарың болсын. Үнемі үйлеріңе келсек, той деп келейік. Кеш жарық, құрметті қонақтар. Бүгін Астананың төрінде тойға келіп қалдық. Оның себепшісі Айок 40 жасың құтты болсын. 40-тың тағы да бір-екеуін көре бер, Рүстеммен бірге мына балалардың қызықтарын көріп, үлкен ата-әже болыңдар. Жаңа айтпақшы, үлкендер айтпақшы, оның барлығы үлкендердің, қарттардың, аяулы анамыздың арқасы. Осындай жетіліп, дамып, семья болып, үлгілі, мінекей уже 40-қа келіп қалдыңдар, семья болып отқандарың барлығы осы Бексұлу апаның арқасы. Бексұлу апа, сізге 100 жасаңыз. Осы балаларыңыздың, немелеріңіздің қызықтарын бірге көріп жүре беріңіз. Ешқашан ауырмаңыз. Сіздің қасыңызда отырған мінекей өздеріңіздің артыңызды қуып келе жатқан мына ағалар бар ғой, Бақтыбай аға деп жатыр. Мына апалар барлығыңызға, сіздерге де осындай құтты болсын тойларыңыз. Келсек тойға келейік, барсаңыздар тойға барыңыздар. Рахмет. Керектер айтқан тілектер қабыл болсын. Енді кішкене сабыр сақтаңыздар, өтініш. Тойға келдік ардақты ағайын. Үлкендеріміз жақсы тілек айтып жатыр. Біз әрқашанда үлкенді сыйлаған еліміз ғой. Сондықтан жақсылап тыңдайық үлкендердің тілегін. Той құтты болсын. Ой, рахмет. Ал міне бүгін құрметті тойшы қауым. Бүгінгі мына Рүстемнің, Амангүл келінінің мына той жасап беріп жатыр. Балам аты? Мансұр балам. Мансұр балам,
Иә, құтты болсын бәрі де, иә, құтты болсын. Ал құрметті құда-құдағилар, сіздерге де рахмет міне. Осындай қыз өсіріп, міне Амангүлде келін, міне біздің келінімізге рахмет. Бізге қызмет қылып осы уақытқа дейін міне. Аллаға шүкір дейік. Мұның бәрі мына Бекеңнің арқасы ғой. Міне сыйласып, міне осындай жақсы той жасап жатыр. Ел халық жинап, не деймін, тек қана рахметімді айтам. Тек қана осы інімен келдім, бақытты болсын өмірде. Мына балам үлкен азамат болсын. Не деймін басқа, тек қана сіздердің үйлеріңізде осындай жақсы тойға барғанды бізге Алла нәсіп етсін. Барлықтарыңызға құтты болсын, қадамдарыңыз құтты болсын деймін. Иә, кешке жиналған құрметті қонақтар, міне бүгін менің бауырымның үйінде үлкен той, қуаныш. Рүстемжан, Амангүлжан, өмірде бақытты болыңдар. Өмірде қандай аңсаған армандарың болса, солардың барлығы орындала берсін. Осы үлкен кісілердің айтып отқан тілектерінің бары періштелердің құлағына шалынсын. Менің бастығым, жаным сол әне. Қарты бар үйдің қазынасы бар дейді ғой. Осы менің жеңгемнің барлық бауырларының арқасында шүкір деймін, Аллаға тоба деймін. Ағаның үйі Ақжайлау деп, ағамның үйіне шүкір деп, әрқайын келе алам. Толқып тұрым, жеткіз алмай тұрым. Рахмет Амангүлжан, қызметің Алладан қайтсын, өмірде бақытты бол жаным. Тәңір-аға, Әли апа, сіздерге Алланың нұры жаусын. Бақытты менің бауырларым, шүкір Аллаға. Барлық қызметке лайықты менің келінім. Алладан қайтсын, тіл көзден аман болсын бауырларым. Кеш жарық құрметті қонақтар, міне бүгін Алланың қалауымен, әуел Алла ғой, Аллаға сан шүкіршілік етем, осы күніме жеткеніме. Я Неге жылап атсыз, қайта қуаныңыз керек қой. Я нағашым сағынып жүрсіз ба? Аллаға мыңда бір шүкір осы күніме жеткенімізге. Міне құдаларым да, қайынларым да барлығы айтып жатыр ғой. Сәкең де айтып жатыр. Марқұм Сәкең де бір аунап түсіп жатқан шығар нағашыңда. Менің де осы балдарым осындай күнге жетті деп. Бұл күнімізге мыңда бір шүкіршілік етем Аллаға. Айналайын, Рүстем жаным, Амангүл жаным. Мына бүгінгі мерейтойларың құтты болсын жаным. Дендерің сау болсын. Өмірде бақытты болыңдар. Алла сендер тіл көзден, бәле жаладан, қауіп қатерден сақтасын. Дендеріңе саулық тілеймін, оттарың басының амандығын тілеймін. Алла тағала тек осындай жақсы күнде, осындай зәулім үйде, осындай құда андаларыммен, мына осында отырған барлық қара көздер, осында отырған ешқайсысы бөтен емес маған. Менің жанашырларым бәрі де осы алтын уақыттарын бөліп кеп жатыр бәрі де. Осы кісілердің арқасы мінекей, зәулім үйде жақсы той болып жатыр. Аллаға сан шүкір. Осы отырған барлық қара көздердің де үйінде осындай той жұғысты болсын. Қайын жұрттарым бар, құдаларым бар, қыздарым бар, күйеу балдарым бар дегендей мыңда бір шүкіршілік етем. Мына дүниеміз тыныш, нанымыз көп, қайғымыз жоқ болсын. Алла тағала тек жақсы күнде тойда бас қосуымызды нәсіп етсін. Мәнсүртайым да сүндет тойы құтты болсын. Мәнсүртайым да мен деген осы папасындай ер азамат болып жетіле берсін. Тойларымыз тойға ұласа берсін. Мына құдаларым қадамына нұр жауып, мыңда бір алғыс айтамын сіздерге. Осындай Амангүлдей қызды тәрбиелеп, менің алақаныма салып бергендеріңізге мыңда бір шүкіршілік етем. Керектері жасасын. Құрметті
тойға келген қауым барлықтарыңызға тойлар құтты болсын. Құда-құдағайлар, тойлар құтты болсын. Апа той құтты болсын. Кенже ағайыным Амангүл, тойлар құтты болсын. 100 жаса, рахмет қызметіңе. Мансұр баламында сүндет тойы құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын. Барлықтарыңа денсаулық тілеймін. Барлықтарына осындай тойлар жұғысты болсын. Құда-құдағайларға да көп-көп рахмет, тойлар құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиналған тойшыл қауым. Барлықтарыңыздың да біріншіден қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Анашым Рүстемжан, Амангүл келінім айналайын. Тойларың құтты болсын, 40 жасың құтты болсын келінім. Алланың берген жасын жасап, менің бауырыммен бірге бақытты да баянды ұзақ өмір сүруді Алла нәсіп етсін. Мына өсіріп атқан балапандарыңның қызығын, рахатын бірге көріңдер. Бір жастықта қартайыңдар. Мансұр тайдында бүгінгі сүндет тойы құтты болсын. Сүндет той істеу әрбір ата-анаға міндет қой дейді ғой, бір міндеттерінен құтылып атсындар. Мына осында жиналған барша ағайындар қадамдарыңызға нұр жаусын. Той-той қаласа берсін. Құдаларым, рахмет сіздерге, Алла разы болсын баршаңызға. Тек тойда кездесек, той деген қазына ғой, ойласаңыз, сізді Құдай сыйласын, сыйласаңыз дейді. Өсірген ұл мен қыздың қызығына, иншалла сіз осындай той жасаңыз дейді ғой. Барлықтарыңыздың үйлеріңізге осындай тойларға бара берейік. Жастарымыз бақытты болсын. Рахмет. Сіздер қосыласыздар ма, айтасыздар ма? Айтсын ба? Жарайды. Кеш жарық құрметті қонақтар, бүгінгі жиналған себебіміз бірінші кішкентайыңды ата-ананың парызы ғой, сүндеттендіру, мұсылман қылып жатсын, қадамы құтты болсын. Мұнан да үлкен тойларын көре беріңдер балапандарыңның. Айка келді мерейтойың құтты болсын, денің сау, өмір жасың ұзақ болсын. Әрдайым осылай сыйлы келін болып жүре бер арамызда. Ене сізге де тойларыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Арамызда жүре беріңіз осылай. Отбасымыздың алтынан подаркымыз бар, қабыл алыңыздар. Құрметті қонақтар, бүгінгі Ақтасархан басына жиналған, алыстан жақыннан келген ағайындар, құдағандалар, бауырлар, Рүстем, Амангүл келін бүгінгі... Анақ шығып отырмыз. Көрінбей жатыр ма? Амангүл келін бүгінгі 40 жас мерейтойың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, өсіріп отқан ұл қызыңның қызығын көр, Рүстем бауырым екеуіңіз. Мансұр баламында сүндет тойы құтты болсын, үлкен азамат болып өсе берсін. Айтылып атқан бар жақсы ниет тілектердің бәріне қосыламыз. Аман болыңыздар, барлықтарыңыз үйлеріңізде той болсын, той деп жүрейік, сол үшін бір билеп жүріңіздер сен. Мына Тәңір атасының семьясының атына Мансұрға велосипед подаркымыз бар. Қазір оны үйдің үлкені Жорға Мүслима Жазира келіндер сөйлеген кезде тапсырады. Отбасымыздың атынан. Рахмет. Қолыңдағы сақина кімге, әже? Қызыңа ма? Жаным сол, рахмет. Олай болса, мінеке өсіп өнген екі әулет, айтқан тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Жастар бақытты болсын. Алла қаласа, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Біздің ағайындар, мінеке қара кесектер, біздің аяқ жанға үлкен рахмет айтып жатыр. Ата-анаға остан артық бақыт бар ма? Айтшы ата. Рахмет, Алла разы болсын. Осындай қызды тәрбиелеп, қара кесектер еліне беріп мінеке. Айтты ғой. Жаным, апа, тамақ суық қалды ғой анда. Жарайды, айтсын енді. Бір-ақ ауыз сөз, сіз бір-ақ ауыз сөз. Құрметті құдалар, қонақтар, қош келдіңіздер. Мама, Шырақ, Аня, бүгінгі тойларың құтты болсын. Барлық айтылған тілектер қабыл болсын. Барлық тілектерге қосыламын. Мама, тойларыңыз құтты болсын. Анышқа туған күнің құтты болсын. Мансұрдың да сүндет тойы, мұсылман болған тойы құтты болсын. Тойымыз тойға ұласа берсін. Болды ма, ризасыз ба? Рахмет. Алла разы болсын, той құтты болсын. Үлкендерге бір қошемет ағайын. Менді жақсылап, рахмет.
Жақсылап бір суретке түсіп алайық, той иелерін ортаға алып ақа естіп өндері. Ал жақсылап бір фотоға түсейік. Аха, сый-сияпаттар табыстауға рұқсат, пожалуйста, мінеке. Әулеттің үлкендері. Рахмет. Анасының қызына деген алтын сақинасы жаным сол мінекей тақ. Алтыныңа алтын айөк. Жаңа шешеңе тағып едің, саған қайтарып жатырмыз енді. Қызына алтын сақина, күйеу баласы Рүстемге позолочный сақина жоқ. Рахмет жандарым сол. Аман болыңыздар, әулеттің үлкендері. Қара кесек кереттер мінекей, отырайық келіңіздер. Қазір береміз. Құлан жеңді келген екен тойға. Жарайды, аха. Ардақты ағайын, барлықтарыңыз назарларыңызды мынау экранға бұрайықшы. Экранға, артта тұрған экранға қараңыздар. Барлықтарыңыз экранға назар бұрыңыздар, назарларыңыз экранда болсын. Бұл Ақбозат. Ақбозат қазағымыздың кең даласында дүниеге келген. Жас сайынан жайлауда жайылып, уайымсыз өскен бақытты жан бар. Бірақ Ақбозатты жанұясы соңғы кездері көрмей жүр. Ақбозат қайда екенін сіздерге тамадай береді. Ардақты ағайын, Ақбозатты алдарыңызға ет боп келе жатыр, қабыл алыңыздар. Қаннан қараға дейін тартылатын ұлттық тағам ет. Қараға дейін тартылатын ұлттық ет тағамызды алдарыңызға келдік ардақты ағайын. Ет дегенде бет бар ма деп жейтін қазақпыз. Менің Мәнсүрім сүндеттелді, атқа отырды, Амангүлім 40 жасқа толды деп, бүгінгі тойға Рүстем 5 жылқы сойған. Сол 5 жылқыны алдарыңызға алып келдік мінекей. Қабыл алыңыздар ардақты ағайын. Ас болсын барлықтарыңызға. Той тізгінін керемет бір әншісін шақырып әнге бергім келіп отыр. Яғни осы қаракесектерін, яғни айтқанда Ұзынқұдықтың азаматы, Ұзындық елінің азаматы, сол елдің талай халықтың қызметінде болған Жәнейдің баласы бар осы жерде Ұзынқұдықтар. Сондықтан Мағжан Сәдуақасовты ортаға шақырайын. Мағжаннан бір тамаша осында отырған барша ауылдастардың құрметіне арнап, осы бір ауылым деген бір тамашаны қабыл алыңыздар. Ал, қабыл алыңыздар, Мағжан Сәдуақасов.
Рахмет. Мағжан балдарыңызға бір қошемет шапалақ болсын, ардақты ағайын. Озын құдықтар бар ма, озын құдықтар? Ай, бәрі, бала қарақта тұрып жатыр, молодец. Ал енді осы Мағжанға өзінің әні бар, гимніне айналған. Сондықтан қазір Мағжаннан өтініш қыламыз. Озын құдығым деген бір ауыл тамаша ән бар. Сол ауылдың гимніне айналған ән десек артық айтпағанымыз. Сондықтан енді Мағжанды шақырайын. Ал барша озын құдықтардың құрметіне арнап Озын құдығым деген ән қабыл алыңыздар. Бірге айтайық, Мағжан екеуміз. Балалық күнде еске алып ауылым, сенің сағаным құмар те,
әркез ойнаған кездерім естен кетер ме құмар деп әркез ойнаған далам деп менен саламын ұзын құдық өлке аймағым атыңнан мен бір айналдым қорғайтын қанарбай атам қасиеті бар ғой әруағы қорғайтын қанарбай атам қасиеті бар ғой әруағы. Жасасын ұзын құдық елі, жасасын ұзын құдық азаматтар, азаматшалары, жасасын қара кесектер. Атыңды мақтан шетіп өзіңді талай жан өткен жазым жыр өзіңе арнап бұл өмір өтер де кетер жазым жыр өзіңе арнап бұл өмір кетер ме жазым жыр өзіңе арнап бұл өмір естен кетер ме. Ой фырмай ұзын құдық жаным сол. Ай бәрекелді, рахмет. Ауылды сағынған екесіндер ғой жандарым сол. Қайда талмадым, жерін саба алмадым, тақып кетті ардағым, ардағым, ардағым. Кездерімді шарладым, бұлау көкке самғадым, көзгенімді салмадым, салмадым, салмадым. Жені қайда салдадым, кез қайда томадым, екін кетті арманым, арманым, арманым. Кетемін деп ойладым, түпсіз терең тойладым, енді тәуекелге байладым, естің бес қаруын сайрадым, өкіміріптен ойнадым, қой, қой, қой десе де қоймадым, қой, қой, жағне оттай маздадым, қай, танып кете жаздадым. Рахмет, ойбай. Кейін билейміз, отырайық. Рахмет. Қазір билейміз. Отырыңыздар. Шоғынан. Қазір отырайық. Кел. Қазір билейміз, ардақтайын, кішкене сабыр сақтаңыздар. Енді той иелеріне де назар бұрайық. Бүгін мінекей шында да ағайын туыстың басын жиып, баладай болып жүгіріп, даладай ақ көңілмен ақ дастархан жайып отырған бүгінгі той иелері Рүстем мен Амангүлге бір қаттырақ шапалақ бар ма, ардақты ағайын? Той қуаныш құтты болсын. Тіл көзіміз тасқа. Керемет, қандай жарасымды жұп, ардақты ағайын. Иә? Көрдіңіздер ма? Рүстем Кеужан, ай молодец. Мынау Рүстем деген есімді бар ғой, парсы тіліне аударса,
Амангүл деген сөз шығады екен көрсең. Құдайдың өзінің құдіретін көрдің бе? Сондай Құдай қосқан жандар, тіл көзіміз тасқа, бақытты болсын, Алла берген 5 перзенттің қызығын көріңдер. Енді көңіл күй қалай? Көңіл күй қалай? Күшті, керемет. Керемет па? Айок, көңіл күй қалай? Күшті. Жаным сол, жынды көйлек алыпсың ғой, қанша қалдың? Бір шапалақ ұрайықшы. Амангүлдің көйлегіне, аха? Жаным. Ағасы екеуі күшті, екеуміз аппақ бұл әдемі киініп аппыз, қап-қара болып. Рахмет. Ал, той құтты болсын. Енді бұл кісілер бірінші рет той жасап жатыр, дұрыс па? Уайымдап жүр, ардақты ағайын. Той беру оңай емес. Той беріп жатқан адамда екі уайым болады екен ағайын. Бірінші уайым, тойға шақырған қонақ кел ала ма, кел алмай қала ма деген. Екінші уайым, той өзін қаптай ма деген. Аллаға шүкір. Сіз шақырған, сіздер шақырған қонақтың барлығы осы жерде. Я? Сондықтан уайымдамасын деп бір шапалақ ұрайықшы осы 2 жасқа. Той құтты болсын. Енді мына біздің қазақ табағыңа емес, қабағыңа қарайтын халықпыз ғой. Жалпы бүгін тойда екеуің қалай жүресіңдер? Тойларың дәл солай өтеді, шынын айтқанда. Күліп жүрсеңдер, мына қонақтың барлығы күліп келіп күліп кетеді. Ал екеуің сүмірейіп жүрсеңдер, мына қонақтың барлығы сүмірейіп келіп сүмірейіп кетеді, бергенің ішіп жеп. Ал екеуің жақсылап билеп жүрсеңдер, мына қонақтың барлығы билеп келіп билеп кетеді. Сондықтан екеуің ан жаққа барыңдаршы. Аха, жақсылап шақырайын, ортаға билеп келіңіздер. Рахмет, бір қошемет болсын. Рүстем Амангүл. Ал, той беріп жатырған. Аха, Амангүл, барсашы, байың қасына бара. Той беріп жатқан. Ұлдары сүндетте. Құдай қосқан жары, асыл жарды Амангүлдің 40 жасы деп бүгін екеуісінде тамаша той беріп жатыр. Тойлар той боласын деп той елер, яғни. Рүстемді Амангүлді сіздердің айқай шуларыңызбен маэстро музыка қойып, ортаға жақсылап бір билетіп қарсы жақсы дайындалсыңдар ғой екеуің. Рахмет. Той қуаныш құтты болсын. Өмірлерің соңына дейін осындай көңілді жүріңіздер, Алла қаласа. Енді ағайын туғанның бәрі осы жерде сіздерді сыйлап келіп жатыр. Сынап емес, Аллаға шүкір сыйлап келгендері көрініп тұр. Бірақ сондықтан да келген қонақтардың сіздерге деген құрметін бір көрейік. Де? Қошеметін көрейік. Қара кесектер бар ма бүгін? Рүстемнің бауырлары. Қара кесектер бар ма? Қара кесектер бар ма? Амангүлдің туыстары, бауырлары бар ма? Бөліне жиендер бар ма? Бөліне жиендер бар ма? Жиендерін ашпа дейм, ашып тұрмай жатыр ғой жиендер.
Жедел бөлімдер бар ма? Тұра алмайды. Достар бар ма? Достар! Рүстемнің бауырлары бар ма? Амангүлдің бауырлары бар ма? Мінекей, Аллаға шүкір, сіздерге деген тойға келген қонақтарға ағайын досының ыстық ықыласын көрдіңіздер. Алла разы болсын, той қуаныш құтты болсын. Енді екеуін қолдарынан ұстаңдар, ағайындарына бір аралап, бүгінгі жақсы тойымызға қош келдіңіздер деп аралапсыңыздар екеуін. Сіздер орналарыңыздан тұрып жақсылап құрметтеп жасаңыздар. Кел, амандың бәріне біреу-біреу деген жоқ. Бір қол көтеріп, екеуің бірге дедім. Құрсын бірге жүрсеңдер шақа. Қолдарыңды ұстаңдар. Ата, қолдарыңды ұстаңдар. Ой, тамаша, керемет. Осы жандарға бір бес музыка қаттырақ шапалар соғайық, осылардың бақыты үшін. Қаттырақ, бес музыка. Бүгінгі тойлар құтты болсын деп, Амангүлдің 40 жас құтты болсын деп, құттықтаймыз! Мансұрдың сүндет тойы құтты болсын деп, құттықтаймыз! Какой привет, такой ответ. Давай, привет. Рахмет. Пахман, неске. Ой, молодец, рахмет. Той қуаныш құтты болсын. Аллаға шүкір қошеметті көрдіңіздер. Тойларыңыз той болсын, балаларыңыз үлкен азамат болсын, Алла қаласа. Аналарыңыз аман болсын. Енді құрметті қонақтар, назарын бермей бұрыңыздар. Той иелерінің атынан осындай керемет сыйлықтар келіп жатыр. Той қызықты болу үшін біз ойын ұйымдастырамыз. Яғни Амангүл кеш, келін да, Рүстем сен де жақында. Бірақ сыйлықтарды таратайық. Былай қайықшы. Бүгінгі тойға алыстан келген қонақтар болса, өте алыстан. Маған Теміртау, Қоянды, ол жақтардан емес. Асакарымға алыстан, Өзбекстаннан келген болса, мейлі Тараздан болса да сыйлы қонақ бар ма? Сендер үшін кім бар? Кім нағашы? Илья нағашы ортаға кел! Биле!
нағашы. Керемет. Рүстемнің нағашы. Есіміңіз? Илья. Қайдан келдіңіз? Тараздан. Тараз шаһарынан. Қашан келдіңіз тойға? Бүгін таңертең түстіңіз, иә? Рахмет. Басқа жоқ па алыстан келген? Басқа. Бұдан да алыстан келген жоқ па? Жарайды. Сіз үшін алыстан келіп отыр. Нағашы әпкеңіз ғой да? Әпкесі ба, нағашы әпкесі? Нағашы қарындасы. Ал, бір сыйлықпен тойға келген үшін рахмет, Алла разы болсын. Қалаған сыйлығыңды бер, жақсы сыйлықтан бер. Соған Тараздан келіп отыр. Ой, керемет, тамаша. Рахмет, нағашыларды қошемет болсын, еге рахмет. Әрі қарай ойынды әрі қарай жалғастырамыз енді. Амангүл, енді қараш. Бүгінгі тойға ер кісілерге қарағанда әйелдер өте көп дайындалады. Дұрыс па? Ең бірінші тойға көйлегін дайындайды. Керемет, өзіңізге ұқсаған күшті көйлек дайындайды. Сондықтан біздің әйелдер бүгінгі киіп келген көйлегін екінші тойға никогда кимейді. Біреудің алып келсе де киіп келеді. Сондықтан өзіңізге ұқсаған осы жерде қараш, ең әдемі көйлек киіп келген кісі бар ма? Бүгін сенің 40 жасың ғой, қалаған біреуіңді шақырда бер, пожалуйста. Қалай? Кімді қонақ тұр? Қара, жақсылап қара. Бәрі қонақ тұр, бірақ сонда да соның ішінде ең мықты бір. Кімді қонақ тұр? Айта бер, ешкімнің көңіліне қарама. Қайнап кем бар? Кім қайнап? Атты айтамайсың ғой, тұршы. Кім қайнап? Аты кім? Ұлхан әке қайнапас, маэстро музыка. Рахмет, кел жаным сол. Рахмет. Амангүл, мына көйлек саған ұнап тұрма, қайнапаң? Ұнап тұрма? Ұнайды. Бүгінгі тойда ең мықты көйлек осы кісінің көйлегі ма? Қалаған сыйлығыңды бер, пожалуйста. Бер сыйлығыңа, қайнапаңа. Құлағың тыныш болады, қайнапаңа бер бірінші. Жақсы, рахмет. Өтір, рахмет. Қошемет. Қара кесектің қызы. Рахмет. Енді әйелдер қауымы көйлекпен бірге прическасын дайындайды. Сондықтан қазір қарайықшы, осы жерде саған ұнап тұрған прическаны соған сыйлық берекші. Мықты прическа дайындап келген. Так. Қойшы, жоқ қойсын де прическа. Так, мына столда достардан бастайық. Екеуміз жүріп қараймыз. Қай столдан? Малай қарап па? Бұлар сенің бауырларың да? Кім? Қарайық. Тоқта, жоқ, мына жерден асықпай қарайық, мына столдан. Так, мына жерден, бірінші столдан қарайық, мына столда қарайық. Бұл жерде кішкене алба-жұлба екен, да. Әрі қарай, кімдікі ұнап тұр, және кімдікі? Ғалия апамы. Ғалия апасы қайда? Кел. Ғалия апасы. Қонады, менің сәулем ал, менің сәулем, менің сәулем. Рахмет. Болды, Ғалия тәте екенсіз, күшті билейді екенсіз. Осы прическа ұнап тұрма? Нағашы әпкең ғой енді Ғалия тәтем. Ой, керемет. Прическа қалай ағайын, күшті ма? Прическаның есімі қалай енді? Аты қалай бұл прическаның? Білмеймін, сұрамадым. Мен айтайын, асығыс дайындалған прическа, короче. Береміз ба? Бер, нағашы әпкеңе бір сыйлық. Ғалия нағашы әпкесі Амангүлдің мықты прическа осы кісіге беріп жатырмыз мінекей. Ой, рахмет жаным сол. Рахмет. Құтты болсын. Көйлегіңіз күшті екен. Келіңіз. Так, әрі қарай осылай жалғастырамыз. Енді маған отасқандарына 40-50 жыл болған
келін болып түскенде басына таққан орамалын бір күнде болса да шешпеген үлкен ана болса келсін, пожалуйста. Бар ма? Өмірі орамалын шешпеген, келін болып түскенде таққан орамалын шешпеген ана болса келсін. Әли әже кел. Берем. Хоп. Сиғылда. Рахмет. Ата, сіз отыра берің, мен әжем шақырдым. Екеуіңізге де бірден сыйлық. Жарайды, келіңіз. Жарайды, мейлі. Отасқандарыңызға неше жыл? Алла несіпсе енді жыл майда 50 жыл. Құдай айырмағанша айырма, екеуімді де бересің. Жаным, екеуіңе бірдей берем. Алла қаласа сіздердің жолдарыңызда мына Рүстем мен Амангүлге берсін. Рахмет. Енді келін болып түскеніңе 50 жыл болды ғой да? Келін болып түскеніме 48 жыл болады ма? 48 жыл болады. Не болып кетті мұна? 76 жыл түстім ғой дер. Келін болып түскеніне 50 жыл болады енді жыл. Енді айтсаңыз 48 дейді ма кісі? Қартайғазы кішені қашады ғой. 50 жыл болған келін болып түскеніңе. Жаным сол. 50 жыл бұрын осы таққан орамалыңды бір күнде болса шешкен жоқсың. Шешкен жоқпын, Зарапшанда жасасам да. Шешкен жоқсыз. Вообще шешкен жоқсыз ба? Жаным сол. Түсіп қалса қайт тартып жатам. Жаным сол, әйтеуір ашық көрдің бе? Іші жақсы ма әйтеуір бәрі? Жақсы. Рахмет. 50 жылдан бері орамалын тастамаған ана. Осы сенің орамалың мына осында отырған жалаңбастарға жұғысты болсын. Бер сыйлық. Айок, бер. Бер. Вахай. Рахмет. Так, енді әрі қарай жалғастырайық. Маған сіздерде Алла берген 5 перзент, иә? Енді осыларға жұғысты болсын деген ниетпенен 7 баласы, 8 бала дүниеге келген, 10 бала дүниеге келген әйел болса келсін, пожалуйста. 7 бала дүниеге келген бар ма? 6 кел, мейлі. 7 жоқ па? Жоқ па? 7 керек маған, 7. 7 жоқ па? Мейлі, 6 болса да, кім бар? Кел, 7 болса келсін, 7 баласы бар. Ана. Ахай! Биде! Ахау! Биде! Цветы! Рахмет, жаным сол мінеке. Қандай керемет, 7 ба... Не, тоқ, сұрайықшы, есіміңіз кім? Асылзат. Асылзат, кім болып келеміз той иелеріне? Жен. Алла берген неше перзент? 6. Мен 7 дедім ғой. 6, мына жақта да бар еді. Кел, сен де кел. Аха. Тағы бар ма? Қара кесектерді кел. 6 бала туған кел. Аха. Алты баланың аналарына бір қошемет шапалақ болсын мінеке. Қазақ халқының батыр әйелдері 6 бала дүниеге әкелдіңіздер. Дұрыс па? Сондықтан Алла қаласа Рүстем мен Амангүлге шығысты болсын дейміз. Рахмет. Бар ма? 6 баланың әкесі бар ма осы жерде? Әкелер бар ма? Қайда әкелер? Орнынан тұрайықшы әкелер. Сол балдар не қылған? Біреу, аха. Ойбай. Наға, сенде де 6 бала бар ма? Жаным, сол келші мінеке. Шығысты болсын. Менде 4 ғой. Рахмет.
бір шапалақ осындай әкелер мен аналарға, біздің қазақ халқын демографиясына үлес қосып жатқан батыр әкелер мен батыр аналар жасасын дегендер бір қаттырақ шапалақ соғайық. Бер, үшеуіне бір сыйлық бер, үшеуіне, аха. Үшеуіне сыйлық бер, батыр аналарға. Бер, аха. Қалаған сыйлығыңды бер. Алла қаласа, келесі жылы үйлеріңе тағы да бір перзент келсін, да? Рахмет. 6 баланың анасы. Отырыңдар. Өте жас көрінесіңдер, жандарым сол. Рахмет. Рахмет. Енді Амангүл Айок, мына ер кісілер ренжіп жатыр. Сыйлықтың барлығын әйелдер ала бере ма, еркектер алмай ма деп. Сондықтан жарайды, ер кісілерді шақырайын ортаға, иә? Маған өмірінде арақ ішпеген еркек болса келсін, пожалуйста. Бар ма солай? Өмірінде арақ ішпеген 1 грамм. Бай. Сен әкең күшті ішетін еді ғой негізі. Рахмет. Мен жиеніме сенем. Менің жиенім ғой. Жасың нешеде? 40-та. 40-қа келдім, біздің жандар жиен. Менің бұның 1 грамм арақ ішкенін көрген жоқпын. Осыған бер жиеніңе. Амангүлдің жиені, жандар. Ай, бәрекелді. Рахмет. Молодец. Мен білем бұл балам 1 грамм арақ ішпеген. Ал, енді әрі қарай жалғастырамыз. Енді маған әшеп қойып кеткендер болса келсін, пожалуйста. Әшеп қойып кеткендер болса келсін. Әшеп кім? Әшеп қойып кеткен. Кел. Маэстро музыка. Рахмет. Есіміңіз? Акбар. Той иелеріне кім болып келеміз? Жездесі, ой, бәрекелді. Әшеп қашан қойдыңыз? 20 жылдан асып кетті қойдың. 20 жылдан асып кетті. 20 жыл болды ма қойғаныңызға? 25 жыл. Мәс саған. Әйеліңіз бар ма осы жерде? Қане, тұрсыншы орнына. Әйелі кім? Мына кісі ма? Өзді қойдыратын қатын екен, я? Рахмет. 25 жыл болыпты, бер. Ой, бәрекелді, рахмет. Рахмет. Маған өмірі күйеуін іздемеген, сен қайдасың, сен қайда жүрсің деп іздемеген әйел болса келсін, пожалуйста. Бар ма? Сен қайдасың, сен қайда жүрсің деп өмірі іздемеген. Кел. Кім? Қой, Жамиля, сен білем ғой, қош көтіз. Бар ма солай? Өмірі күйеуін іздемеген, сен қайдасың, сен қайда жүрсің деп келіңіз. Маэстро музыка билеп ортаға. Рахмет. Есіміңіз? Гүлдана. Той иелеріне кім болып келеміз? Үрстемнің. Мен сен жақсы білем ғой. Мені білмейсің сен. Талай Орекин картадан қайтпаған кезде үйіңе кетіп қалғасын білем. Әжемді ойбайладым. Сен маған жаңа неге прямо ана жерде тұрып сені білем дейсің? Сен мені білмейсің ғой. Мен жақсы білем. Білмейсің. Мынаны алып кетіңдер. Мен өзімді жақсы білем. Мына қатын егесі бар ма? Алып кетіңдер. Сені, тұра бер. Так. Өмір іздеген жоқсыз. Күйеуіңіздің есімі кім? Елдос. Отасқаныңызға неше жыл болды? 17. 17 жыл. 17 жылдан бері Елдосты сен қайда жүрсің? Қайдасың деп вообще іздеген жоқсыз, да? Жоқ, іздемегем. Жұмысқа кетеді, үйге келеді. Кетпеді. Вообще іздемегенсіз? Жоқ. Елдос бар ма осы жерде? Қане Елдос, тұршы кәне. Мына кісі ма Елдос? Онша іздейтін демес екен ғой. Жақсы, рахмет. Қошемет. Шабалақ. Жуас деп атырым да просто. Рахмет. Бір шабалақ қошемет тұрайық. Мынағанда бес құрсын. Сіз
білмейсіз ғой, оны жуас па? Не қыл дейді? Мен оны алмаймын. Тұра тұр. Мен айтайын дегенім, сен маған жаңа сені білем дейсің. Сен мені білмейсің. Қалай? Сен сұра менен. Орбек, сен қайда? Сен сұра менен. Я, мен дұрыс. Бірақ үйден шыққан еркекке мысалы айтады артынан, қайдасың? Я, сен қайдасың, қайда кетіп бара жатсың деп айтпайды дейді. Вот соны мен ұстаған адаммын. Оны Орекең біледі, және мен білем. Бірақ сыйлық сол үшін алмаймын. Сен мен солай айтардың жаңа. Мен жеңгем болған екен ойнап айтам. Шынында да бұл үлкен кемпірлердің тәрбиесін батасын алған. Қара шаңырақта отырып. Орынбекті іздемегенде мен сенем. Орынбекті іздеп сен өле алмай жүрсің бе? Ол білесің бе кім екен? Сен тағы да менімен ойнайын дедің. Жақсы. Ауғаннан келген ғой, ол сені іздеп көрші. Басыңды алып тастайды. Жақсы, рахмет. Жақсы. Жәмилаға бір қошемет шапалақ. Машина айдайтын куәлігі бар, машина жүргізетін әйелдер болса тұрсын, пожалуйста, орнынан. Бар ма сондай? Машина куәлігі бар, машина жүргізетін, машина айдауға куәлігі бар, машина жүргізетін әйел қыздары болса тұрсын. Тұрыңыздар, тұра беріңіз. Тағы бар ма? Біреу. Тағым бар. Бар ма? Машина жүргізетін әйелдер бар ма? Тұрыңыз, мейлі, тұрыңыз. Аға, кім бар? Тұрсын, сыйлық берем. Тұр. Біреу. Екеу. Тағы бар ма? Бар ма? Жоқ па? Қыздар, сіздерден өтініш. Жолда дұрыс жүріңіздерші, адам жынына тимей. Жақсы. Отыра беріңіздер. Рахмет. Тамаша. Рахмет, той қуаныш құтты болсын. Ал енді ардақты ағайын, тойымызды әрі қарай тілектермен жалғаймыз. Енді бізге Рүстемнің, Амангүлдің, Мансұрдың нағашыларын ақ тілектің алаңына шақырамыз. Жарылқасын Забида, Шәкір Ғалия, Бақытбек Бақыт, Биғали, Әлимаш, Қалдыбек Баян, Ешмұрат Гүлбану, Жеңісбек Муслима, Бақытжан Жазира, Бауыржан Мейрамкүл, Арман Жүсіп, Балнұр Мейірімжан, Ермағамбет Илья, Уәли, Еңлік атты Рүстем, Амангүл, Мансұрдың барша нағашыларын ақ тілектің алаңына шақырамыз. Қанекей, нағашылар қауымы ортаға келсін. Сың нағашы. Рахмет. Рахмет. Осы кісілерге қосып, Сара мен Нағашбайды қосып жіберейін нағашыларға жағынан. Иә? Сара апа кел. Нағашбай, Сара апа келдіңіз ба? Нағашбай қайда бәле? Жоқ па? Жандар кел. Жоқ, мінекей, нағашылар қауым бұл жерде, нағашылар. Енді сен не істепсің онда сен? Нағашы алып келсін ғой, сен де бара бер. Ешмұрат. Жиен болмаймыз өзі? Жоқ, мына жерде нағашы жиендер барлығы кіріңіздер. Кіре бер, аха. Жақсы, мына ұрыс шығар. Мансұрдың нағашылары деп жатырмыз бұл жерде. Мансұр, Амангүл, Рүстемнің нағашылары. Келдіңіздер ма? Рахмет. Құлан, сен де қосыл осы кісілерге. Апа, өзіңізден бастайын. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Рүстем, Амангүл, бүгінгі тойларың құтты болсын, тойға бассын. Әрқашанда шаңырақтарыңа той деп келейік. Мына балапандарыңнан қызығын көріп, бақытты өмір болып, отбасың аман болып, әрқашан дастарханың тойға жайылсын. 40 жастың біреу емес, бірнешеуін бір жастықта Рүстем екеуің қартайып, тойлап, ұлдарыңның, қыздарыңның тойларында әрқашан кездесе берейік.
келдіңдер ме? Міне құрметті қонақтар, кеш жарық. Міне бүгін жиналып отырған себебіміз жиеніміз Амангүл, Рүстем, тойларың құтты болсын. Амангүл 40 жасың құтты болсын. Өмір жасың ұзақ, денің сау болсын. Міне Мансұр баламыздың да мұсылман болғаны құтты болсын. Үлкен жігіт болып, азамат жігіт болсын. Бәрін Айгүл Амангүлдің 40 жасына шақырып басымызды қосып отыр екен. Рүстемжан, рахмет саған. Осындай үрметтеп, жеттеп, қонақтарды шақырып отқан. Екеуінің арқасы. Құдағай той құтты болсын. Той-тойға аласа берсін. Осылар бақытты болсын. Үбірлі-шүбірлі болсын. Бәріңізге жұғысты болсын. Той-тойға аласа берсін. Қош келдіңіздер, тойға жиналған қауым. Бүгін жиеніміз Амангүл мен Рүстем күйеудің үйінде үлкен қуанышты той екен. Айып, 40 жасың құтты болсын. Мәнсұрдың өмір жастары ұзақ болсын, қадамдары құтты бола берсін. Үлкен тойлар болсын. Бұдан да үлкен отбасы балаларың үбірлі-шүбірлі, бақытты отбасы болыңдар. Сендерге не дейін, барлық өмірдегі жақсылықтар тілеймін жандарым. Аман болыңдар, бақытты болыңдар, бар болыңдар. Ассалаумағалейкум қонақтар. Айып, баланың сүндет тойы құтты болсын. Жасыңа жас қосылсын. Күйеумен бақытты бол. Өмірде бар жақсылыққа тілеймін. Осылай ағайын туыспен ойнап, күліп жүре бер әрдайым. Еркежан, туған күнің құтты болсын, өмірің ұзақ, денің сау болсын. Рүстеммен бірге дүние тұрғанша тұрып, өсіріп отқан ұл қыздарының қызығын бірге көріп жүре беріңдер. Мансұрдың да мұсылман болған тойы құтты болсын. Тойларың тойға аласын, шаңырақтарынан шаттық, береке кетпесін. Ассалаумағалейкум. Дәде, той құтты болсын. Аға, женше, құтты болсын тойларыңыз, аға. Той қаласа берсін. Айық, Рүстем, мынау пішпес құтты болсын. 40 жасың құтты болсын. Рүстем, не дейміз? Мен қарындаспен бақытты болып жүре бер. Бала шағаларың өсе берсін, өне берсін. Биіктерден көріне берсін. Әрқашан үйлеріңізде той деп келейік. Жұмысыңа береке. Әрқашан армандаған, аңсаған армандарың орындала берсін. Аха. Молодец. Екінің бірінің қолынан келмейді ғой, той жасабасыңдар. Аха. Сол не дейміз енді? Бақытты болыңдар. Мен өз семьямның атынан Айыпке алтын сақина. Ассалаумағалейкум. Алыс жақыннан кейін құда-құдағайлар, ағайын туыс бауырлар. Не дейміз? Бүгін жиналып отқан себебіміз Амангүл, туған күнің құтты болсын, 40 жасың құтты болсын. Өмірде бақытты бол. Мына өсіріп отқан ұл қыздарының қызығын Рүстем екеуің бірге көріңдер. Мансұр қақта? Мансұрдың сүндет тойы құтты болсын. Биіктерден көріне берсін. Әрдем үйде той болсын да, тойда бос қосайық. Еркежан, Рүстем, тойларың құтты болсын. Еркежан, туған күнің құтты болсын. Өмір жасың ұзақ, денің сау болсын. Әрқашанда жүзіңнен күлкі кетпесін. Өсіріп жатқан ұл қыздарыңның қызығын бірге көріңдер, Рүстеммен бірге. Тек қуанышты күндер көп болсын. Мансұртайдың да мұсылман болған құтты болсын. Беделді азамат болсын, дені сау болсын, иманды, ақылды, білімді азамат болсын.
Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Бүгінгі жиналып отырған себебіміз менің әпкемнің 40 жасы және де әпкем ағамның ұлдарының мұсылман болған тойы екен. Біздің әулеттегі 3 ұлдың өзі 3 ғана қызы бармыз. Ең үлкеніміз әпкем, қатты жақсы көрем. Рүстем аған аға деймін, өйткені жезде деуге мен тілім бармайды. Себебі аға десе ағадай достоин дейді ғой. Лайықты, ағаға лайықты, өте жұмысында ортасында абыройлы, сыйлы. Бұл әулетке ел қызыға да қызғана да қарайды. Сіздерді Алла тіл мен көзден сақтасын деймін. Менің әпкем де осал емес. Осы әулетке сіңіп, 5 баланы дүниеге әкеліп, абыройлы, ақжаулықты ана болып отырған жайы бар. Бір жағынан неге аға деймін, өйткені нағашыларым әлім деп қояйын. Нағашыларым айтып қояйын, керейдің қызы да ұлы да осал емес. Жақсы қыз жігіттер деп айтам. Сіздерге осы дүниедегі барлық жақсылықты тілеймін. Әпке, сенің басың бағы беселі деп айтамын. Себебі біз Гүлжайна екеумізге қарағанда сенің бірінші анаң бар, екінші анаң енең бар. Осындай ененің қолында тәрбие алған сіз бақыттырақсыз деп айтам сізге. Әрдайым шаршамаңыз, гүлдей құлпырып жүре беріңіз. Мен сенімдімін сізді Рүстем аға алақанында ұстайтынына. Тойларыңыз құтты болсын. Мен осы кісілердің сөзіне қосыламын да. Сіздер бақытты болыңыздар, бала шағаның қызығын көріңіздер. Осыған құдайға шүкір де. Иә, осы бар. Ассалаумағалейкум тойға жиылған қауым. Рүстем, сенше тойларыңыз құтты болсын. Жасаңыздар, үйлеріңізде тек той болсын. Мансұр ініміздің өмір жасы ұзақ болып, жолы ақ болсын. Әрқашан биіктерден көріне берсін. Баршаңыздың үйінде той болсын. Бексұлу апа, деніңіз сау болсын, жүз жасаңыз. Осы немерелеріңіздің қызығына тоймай жүре беріңіз. Өміріңіз ұзағынан болсын. Үйлеріңізде тек той болсын. Тойға келейік. Қайырлы кеш, тойға жиналған қауым. Бүгінгі кештің себепшісі менің үлкен әпкемнің шаңырағында той. Бексұлу апа, тойларыңыз құтты болсын біріншіден. Деніңіз сау болсын. Осы өсіріп отқан ұл қыздарыңыздың қызығына тоймай, ортамызда ауырмай, бізге ақылшы болып, ақылыңызды айтып жүре беріңіз. Екіншіден жеңше, туған күніңіз құтты болсын. Жен тойлар құтты болсын. Кішкентайларыңызда той құтты болсын. Үлкен азамат болсын. Сіздердің сенімдеріңізді ақтайтын үлкен жігіт болып өсе берсін. Сіздерге қамқор болсын. Осы отырған барша қауым жұрттың үйінде тек той болсын, тек тойда кездесейік. Жаңалықтарыңыз құтты болсын тағы да. Кім айтады? Күйеу пайғамбар, күйеуді сыйлаған. Алмагүл, туғаныңыз құтты болсын, жасына жас, бақытты болыңыз. Ал енді кішкентайын сүндеті құтты болсын, үлкен азамат болсын. Әрқашан мынау біздің көкірегін туын көтере берсін, қуанышқа тоймай жүре берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Болды ма? Рахмет, тілектер қабыл болсын. Енді айық жүрегіңе ет жақын қонақтар қой. Мынандай жүрек бар, иә? Мынандай қылшы мыналарға. Аха, мынандай, енді асықпа. Мынандай осылай ұстап тұр, аха. Енді қозға мынандай қылып, жаймен қоз. Конверт беріңдер, аха, жақсы. Рахмет. Ал, нағашылар жасасын деп бір қаттырақ шапала соғайық біреке. Бөлелер, жиендер, бауырлар. Хей! Нағашы.
Дәге. Дәге. Суретке түсіп алайық. Фотоға түсіп алайық. Кейін береміз. Фотограф бар ма? Бар. Тездетейік. Ай, бәрекелді, рахмет. Фотоға түсіп алайық, келіңіздер. Той иелерін алып, сосын осыдан кейін би болады. Сен. Фотоға түсіп ал, фотоға түсіп ал. Түсіп алыңдар, туысқандықтың белгісі, той иелерін алып жақсылап, фотоға түсіп алайық. Тездетейік, қанеке. Тұрып алыңыздар, нағашылар, бөлелер, жиендер, бауырлар. Той иелерін ортаға алып, Амангүл ортаға. Рүстем жанына бара ғой. Осылай, қара. Мансұр, мына жаққа қараймыз. Мансұр. Қара. Қараңыздар. Рахмет. Отырайық енді. Нағашылар, бөлелер, жиендер отырайық. Ау. Қазір. Келіңіз. Келе сабыр сақтайық, отырыңыздар дастархан басына. Енді Амангүлдің анасы, Әлия анамыз, Құдағиып Бексілу анамызға бүгінгі тойда сый-сияпаты бар екен, соны табыстайын дейдік. Ел жұрттың алдында. Мен жаққа келсеңізші. Келіңіз Бексілу ана, рахмет. Бір шабала қошемет болсын Сардақтағы Айміреке. Рахмет. Болды ма? Фото қайда? Екі Құдағиды фотоға алатын жігіт қайда жаңа? Рахмет. Ал енді Рүстем, Амангүл қарап отырым, енді барлығы билегісі келіп жатқан сияқты. Үлкендердің бәрі жақсы тілегін айтты. Енді бірінші столға баталайық та антрактқа жол берейік. Қалай дейсіздер, той иелер? Олай болса бата беретін кім бар? Кім бар бата беретін? Басы келген кісілер бар. Тәңір атасына аламыз батан? Батаңызды беріңіз. Илаймен қол жайық. Дастархандыға береке берсін, отбасына мереке, алхамның берекесімен той-тойласын. Рахмет. Айтқаныңыз асыл, берген батаңыз қабыл болсын. Ал енді құрметті қонақтар, сіздер үшін 1 сағат антракт би ортада. Келіңіздер. Той құтты болсын.